Жылдам хабарнама, шұғыл дерек, шок хабар. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Әйел жасанды ұрықтандыру арқылы жүкті болған нәрестенің салмағы 4 кг 510 грамм. Қазіргі уақытта ана мен бала өзі жақсы сезінеді. Бұл отбасында екінші перзент, екінші бала. Бірінші баласын әйел 21 жасында босанды. Ол қыз ана болады. Ананың қуанышында шек жоқ. Әйелдер дәрігерлерге алғыс айтты. 39 жаста тұрмысқа шықтым. Бұған дейін жүктілікті сәтсіз болды. Көп жыл бала көтере алмадым. Отбасында бала болмаған соң өте қиын. Соншама жыл өміріме әйтеуір бір нәрсе жетпей тұратын. Не нәрсе екенін өзім де білмедім. Сосын күйеуім екеуміз жасанды ұрықтандыруға бардық. Содан тексеру бастап кеттік, деді 54 жастағы ана Сәндігүл Үсенбай. Нәрестенің әкесі Сәрсен Бекмұрат 64 жаста. Ол инженер гидротехнолог, 45 жыл еңбек еткен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайкты бізден аянбаңыздар.